Kemal, assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Kemal, avvalga kimle boğalma? Alanın üstüne bir söz buraydı. Аланға нусуны көп адамы сүйлөшөп саатта көп миллетте узундан да тизилгеле ол көп жалган капарда бар. Сөзүн семиртип сүйлөшкөлдө да бар. Аланга болмаган затын айтабада бар. Аланга чыттан да жалганлар болмаган да сүйлөшөлө аланын үстүндөн. Аланга сөз үчүн айтканда Кавказда 35-жыл биздин өмүрлөдө белгили болуп баштайды. Ал жазылып калган затлар. Энди миллеттин үстүнөн сүйлөшөбүз да, учкара заттын үстүнөн түл кайдам орусча айтканда инечкин издемейбиз. Ченин ичинде миллеттин үстүнөн сүйлөшөбүз. Байда ажымы зат болорго жат жокту, ачыкты болгон зат. Саатта алан деп сүйлөшкөн кескесизне куру бизни Карачай Малкал миллетте. Анын тышында 20-чы өмүрдө гана орусла жазылып калганга да сөз үчүн бул газеттер, журналдар калганды. Северная пчела деп кайдам Апременах и Мира журналдар, газеттер барланда бизге карачайский татары или аланы деп алай сүйлөшөлө бизге. Алан да дейле, Карачай да дейле биздин дила байланды алан деген. Анын үстүнө ма биздин конушуларыбыз табартында эбзеле орусча сланла бизге аланла деп туралла. Алан словарларына жазылып турат алан деп. Анын тышында жазылган затлар калганда алан тилде сүйлөшөт деп карачайча жазылып турган затлар бар да. Анда байланды бизге ажым жок да байда. Аланла тил биздин сашеттерче тил байда. Башка миллеттерде бир деп бир зат жокту. Кимнейсе да алан деп тергерче. Кур бизде бар да ол. 10-чы өмүрдө араб алим ол жазады. Абульфеда. Биздин жашаган жерибизде айтат, малайда аланга жашайлы, ала түрк миллетте деп айткан эди Абульфеда. Абульфеда байда болмаганды. Араб алимге анын сөзүнө ишанмасча тил дайда. Нөкерти хабар болгон Ибн Русты деп биягылай араб алим. Ол да аңа айтады. Биз аланла түрклө деле деп биздин жашаган жерибизде айткан эди. Түрк тилде сүйлөшөлө деп. Алайда барды. Анын бери келсек андан да көп түрү капарла. Сөз үчүн тегейлиле бизге малкарлага, таулага, малкарлага ассон, асияк дейли. То есть асла дейли. Карачайга стыр асияк дейли. То есть улуу асия дейли. Малкара асия дейли. Айда айта туралайдан sonra кестерине тартырга бу миллеттин атын ол тынчтуу түлдү. Көп болгон жазылган затлар бар да биздин сөзүбүздөн алала дейлер. Бүгүнлүктен де Карачай Малкар миллетине табабалары алалга багыла десек, жаңылык түлөбүз бар. Алай. Энди терен карайбыз десек, амин байда 10-чы өмүргө дери асла була, ас миллет була, алан миллет. Неме бир миллетче айтылмаган. Асла бир түрлүү, аланла бир деп айтылган. Ну жазылганларына көрө экиси да бир тилде сүйлөшкөлө, адетлери да, динлери да, тилдери да бир деп айтыла турганда. Андан бери кайра келсек, уже катыштырып баштагыла. Асла аланла дегеле, ас аланла дегеле. Айда эки миллетне бирине катышканы хакты. Сөз үчүн айтканда максатта малкарлала биздин дегенче алай осотто дайыра алмалы, осотто дайыра алча түлдү. Узакка кетмейбиз осотто. Аслан алаладан бизге ажымса айтырга ас да алан да биз. Ас деген көп миллетке жайылады. Сөз үчүн 4 түрлүү неме кавым барды. Сибиржанда, Алтайда, Чыстан, ас, Карак, ас зат деп алайда барды. Башкирияда ас деп барды. Кыргызларнын бир түрлүү атлары 40 ас деген чалай көчүрөлү. Хак ас деп да барды. Кыргызлардын жартыларында Енисей төгөлгөндөр. Бурун айтканларына көрө, түрк миллетлерге түрк деп айтмай, асла деп. Ажымсыз мал айтыра болупту. Бара барганда бул ас деген
Ас деген ол түрк деген мағынасын жүрткен алайдыр, алайырақ болған. Андан sonra түрк деген көчкен, алай болып қалған да. Анайтырды үстін айтырға да, ма бұл көзуді тотемизмла байларға болдықты, ма бұл немелені, миллеттені осатта бек жайылғанды ол. Асланы тотемлері ағазды. Ағаз деген бізде ақ ас дегеннен келеді. Сөз үшін, бұл Европа келіп қалған асла, бүгін бүйечеді, анда билік жүрткелі де, ол патшақлары ағаз тонда жүртілді. Орысша айтыра гарнастай да, ағаз да бір шады. Үстінде тамғалар болған тонлары, ол гарнастай тон болды. Ол саттан әдеттерін бүгінде бұзмағалы, бардыра берілі. Аланданы тотемлері, ол барыс болғанды. Қаплан. Барыс дегенде түрк сөзді. Ирбис дегенде түрк сөзді. Алан дегенде, алан деп бүгін бүгечеді қазақылы барс балаға айтылды. Анын үстіне байда қара болып байлағанда Барселия деп, барс дел деп. Персидский жолаушылар, персиян жолаушылары байда народ барсов, гараб барсов деп, бұл Мингитау айтылды. Анышына да Ноғайла ас қартау дейді. То есть ас қартау деп, асланы қартаулар деп келтірілді. Европа дегенде авалла Европаға да барғанла ол белгілі да. Sonra алайда жашаған еткелі, алайда адетлерін, намысларын да көрізген еткелі Европада. Бүгінлікте Европаны миллетлерін көбісін R1, A1, Аланский гапа-группа дейлі да. Аны көплерінде барды деген алай қапары барды. Алалладан келген деп алай айтуылға жазғалға барды. Алаға кердідерге болуқты. То есть Европаны жартысы демейм, гапа-группаларының көбісі жартысы шақла бері қарача миллетке жуқлығы бар деп. Алай айтуға барға. Аны үстіне сен найтыра болса кема? Түгер алай түлді, анда барлы Европаға табылады, но алай көптерче, сөйлешірче жоқты алай. Бізден R1 дегелікке алай көп түрлі болады. Bir qavmı milletlide 30, bir qavmında 40. Орыс миллетте de söz üçün R1, A1 de қалғаны Z плюс 280 da alanıqı. Ол бізден egi erterek ayrılғанды. Ол Татарда da бар, Ноғайда da бар. Ол da мен Türk DNK-ға санайма. Но бізді N-чи Қарачайланы Z21-23-ді. Олма бұл Түркияның бір бұтақчығы. Ол немеге Алтай миллетті де кірелі, Алтайда жашаған түркілі, Қырғызлар да кірелі, Башкирлерде де барды. Енді читтен ошатмай, мұны түрк дейін қатты айтып қоярға. Ол бізнекі біз жүртебіз ана. Кем алдағы да бір сорым. Отма башқан миллетлі, енді тегелі дейік, кеслерін алан етіп күрешіп тұралы. Бүгірлікте енді кесек сыңа қапарларда бар. Алан болған негізлейлі? Сен көріңе қалай келеді? Енді бұлайда ашықты, но неде ашықты? Бұлайда политикада кіреді. Немеге мал тарихке 1944 жыл аны қойып айтайын, башқан айтайын, 1943 жыл біздің көчірген тәрі байдан. 44 жыл Малқарланы, Чеченнің ұшын көчірілі, Қалмықланы көчірілі, Қырым татарланы көчірілі. Sonra байда ол жыл қазават бара тұрады. Жыл сайын 10.000 аскерче өліп барған бұл қазаватта, ол замалада. Ол қиылықта ба тұралайына Сталин заманда табады неметерге, башқазақлала күрешерге. Москвадан бері тегейге Орджоникидзе шақарға, псотта Владикавказда или ары Абаев Васо Иванович деп әлімне ашырады. Ол шақарда институт ашылды.
44-жыл этнографический институт деп. И осы атта тарихini de бүтөйлөй көчүргөн теле. Ма биздин тарихибизни тегейлеге жазып кояды. 45-жыл ол Абаев деген китабын чыгарып тегейлени аланлайт эди. Тегейлени аланлайт келдикке bizни ол тарихибиз алай бек бекитип турган bizни алай байда атып коярчы. Биздин карачайларын да бир кере да айтмаган бала аланла түлөлө деп. Биздин да хаман аланла деп турганда. Байда bir жана кетип калган, а так академический наука ма бу куралыбызны бир кере да айтмаган карачайлы аланла түлөлө деп. Айтқалары алға бұрын Иран тілі сөйлешкелі, әпсатта түрк тілге сөйлешкелі деп, Құран айталғалла. Анын үстінде де көп дәлел іздеп өлеңі аланы бекетіргенін таба алмағалы олай зат. Біздің позициябыз, біз бұрында қачанда түрк тілі сөйлешкенбіз, Иран тілі сөйлешмейміз деп, алай еді. Әпсатта, бұл пропаганда ба, зат ба, не түрлі да чыгаралар бизге тарихли, Кырымдан келген, Кыпчаклай келген, Тимурдан калган сер капары, теле капары. 1959-жыл биз көчкүнчүлүктөн кайтып келген саатта бизге 2 жыл берилген, кайтырга 57-59-жыл. Азиядан бери кайтырга. О саатта 49-жыл Нальчикте конференция келді. Бізні тарихибизин бекитерге. Происхождение Карачаево-Балкарского народа деп. Манда болған әлемде жиылып, осатта айткан ба. Аны деткелері біз бері тамырланы еген үшін, кесі біздің тарихибизин даулагын үшін бекитип койрыз дегенлер кесі айтканларын осатта жиылып. Біздің самай эм жүнчүп турган заманыбызда. Бул башка милдет алан болура мадары жоқту, тегейленіп, соатта бір жоқту. Не қағатла жазылған, кім болса да алан деген, кимесе ДНК-ла ачыкланган алай заттар жоқту. Соатта ажымсыздығы неме. Кемал сабы Аллах разы болсын. Энтабыр видеоға сенің басты мәтірі біз Аллах айтса. Аллах айтса. Сау бол.